Қайырлы кеш, қадірлі достар. Сіздермен бірге болашақ аспазшы Абдулла бүгін алғашқы донерін жасауға қазір дайын болып тұр. Бағана түстен кейін істейміз деп, бірақ енді кешке қарай істейік деп солай келістік Абдулла екеуміз. Сонымен біздің кешкі асымыз бүгін донер болады. Бұл бірінші рет істейін деп жатыр. Және Абдулла донерді қалай жасау керектігі туралы өзі ютубтан фуд блогтарда қарап отырып рецептісін айтты. Мен алып кеп бердім. Енді бізге керек ингредиенттер донердің қамыры, салат, кетчуп, майонез, және помидор, огурцы, және тауықтың еті, және соны салатын ыдыстар. Қазір енді мынау екінші енді Абдулла өте сауатты бала, өте мәдениетті бала. Маған айтады, мама, сіздің көмегіңіз керек дейді. Мен әрине көмектесем. Қалай ашу керектігін, өйткені біздің оң қолымыз небәрі соңғы уақытта ғана көмекке келді. Ең алғаш рет өздеріңіз білесіздер, 2018 жылы қосылды, қимыл кірді, жан кірді, одан кейін барып қазір жаңағы жанымға әдемі болып тұрғанын тіпай. Және жақсы көріп кетемін Абдулланы, сосын өзім түкірем. Бәрі әжесі айтатын, сенің өзің ақ көзің өтеді деп. Сонымен қазір енді оң қол көп жағдайда икемге келмейді, бірақ енді келе жатыр. Сондықтан Абдулла менен өтінді, мама, сіз мына жақта қарама-қарсы тұрып маған көрсетіп тұрыңыз, мен бәрін өзім істеймін деп. Сондықтан бізге өте көп уақыт алады. Сондықтан ара-арасында ғана қалай істеп жатқандығын көрсетеміз. Өйткені менің қолымда сотка емес, менің қолымда Абдуллаға қалай істету керектігін қарама-қарсы тұрып жасаймын. Өте аккуратны Абдулла, көрдіңіздер ма? Жаңағындай нені фольгаларды қойып анаған кірі жұқпас үшін, анау ескіріп қалған ғой, жаңа ет турайтын. Одан кейін барып ана жерге қалдықтарды салам деп. Өте тамаша, өте таза Абдулла. Ал Абдулла, саған сәттілік, және сені әрдайым мақтан тұтам. Мен сенің донеріңнің керемет болатынына сенімім өте жоғары деңгейде. Достар, болашақ аспазшы достарыңызға сәттілік тілеп қойыңыздар. Давай. Кездескенше де, давай деп. Иә, кездескенше. Не айтасың? Бейте бар? Билес? Бейте ашқан. Қалай? Битс ашап? Болашақта осыны шаңға кәсіп. Жаным, болашақта осындай салаға кәсіп ашам деген сөз екен, бизнес ашам дегенді мамасы екен түсінбей тұрған. Ендеше Абдуллаға бизнесіңе Алла тағала сәттілік берсін деген балам, ең бірінші пайда табуды көздемеу керек. Бірінші сен халыққа қызмет жасап жатқаннан кейін халықтың алғысын алуға жұмыс жасауың керек. Әрине, енді тегін жасамайсың ғой, бірақ жаңағындай көңіліңде халық риза болып кетсін деген нәрсе болу керек. Келістік па? Кейбір кездерде ақша жетпей жатқан адамдар болса, тегін жасай салу керек. Құдай тағала оны өзіңе қайтадан қайтарып береді. Өйткені бәрі де Құдайдың беруі арқылы. Бізге тиесілі ешнәрсе жоқ, балам. Бәрі де Алла тағала нәсіп қылды. Сондықтан Алла тағаланың жақсылығын ойлап, біз басқа да адамдардың жақсы өмір сүруіне ойлануымыз керек. Келесіз ғой? Давай. Сәттілік, бастай ғой. Жаным, қазір қуырамыз ананы. Қуырып атқан тұсымызда көрсетеміз. Жақсы. Сен ана жүзің керісінше ұстап тұрған жоқсың ба? Жүз жағын алсай? Давай, сәттілік.